Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқытудың белсенді әдістері, әдістемелік құралым бұл жалпы 5-ші және 6-шы сынып оқушыларына арналған. Менің жұмысымның мақсаты әріптестер естіліп тұр ма? Мақсатым осы әдістемелік құралды жазудағы бұл оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, заманауи әдіс тәсілдер мен цифрлық технологияларды тиімді қолдану, қазақ тілін терең меңгерту, сыни ойлау дағдыларын қабілетін дамыту, оқыту мен бағалаудың тиімді жүйесін енгізу, ерекше қабілетті оқушылармен жұмыс жүргізу және білім беру үдерісінде көшбасшылықты жүзеге асыру. Осы мақсат бойынша мынандай міндеттерді алған болатынмын: қазақ тілін терең меңгеруді қамтамасыз ету, заманауи әдіс тәсілдерді қолдану, цифрлық технологияларды тиімді пайдалану, сыни ойлау қабілеттерін дамыту, бағалау жүйесін тиімді ұйымдастыру, ерекше қабілетті, талантты оқушылармен жұмыс жасау, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру, көшбасшылықты жүзеге асыру міндеттерім. Күтілетін нәтиже: оқушыларға материалдан тыс берілетін қосымша тақырыптар оқушылардың білім көкжиегін кеңейтуге ықпал етеді. Коммуникативтік дағдылары жетілген, логикалық ойлауы жас ерекшеліктеріне сай дамыған тұлға қалыптасады. Бұл құралда оқушы жинаған мәліметтерді тереңірек меңгеріп, оны талдап саралай білуге, ойын жүйелі түрде жеткізуге, оны талдап саралай білуге, ойларын жүйелі түрде жеткізіп, дүниетанымын кеңейтуге мүмкіндік береді. Мектеп қабырғасында алған білімін өмірлік жағдайларында тиімді қолдана алатын, білікті әрі ұлттық құндылықтары бойына сіңірген, интеллектуалдық әлеуеті жоғары тұлғаны тәрбиелеуге қаланады. Күтілетін нәтижемде. Микрофонды өшірсеңіздер. Бұл әдістемелік құралдың жаңашылдығы. Слайдта да бәрі жазылып тұр. Бұл әдістемелік құралын кешенді білім беру кең ауқымда қарастырылған. Мектеп бағдарламасында уақыттық шектеулерден тыс, оқушы жетекшілердің бағыт-бағдары дербес ізденіске шыға алады. Яғни, осы құрал мектеп мұғалімдеріне, қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдерінде көмекші құрал ретінде пайдалануға болады. Бұның ішінде қазірде айтамыз, жаңағы әдіс тәсілдердің практикалық біраз тапсырмалар бәрі жиынтық енгізілген. Әркім әрқалай қажетінше, керегіне, керек деп жатсаңыздар, әрі де пайдалануға ұсынамын. Яғни, бұл бағдарламада оқушының дербес ізденіс жүргізуіне толықтай жағдай жасалады. Енді мен мұн жерде айтып отырмын, жаңа слайдқа қарап отырсыздар, ғылыми маңыздылығы тұр, практикалық маңыздылығы тұр. Яғни, практикалық ғылыми маңыздылығы бұл жұмыс оқушының тек білім-білік дағдыларын қалыптастырып қана қоймай, олардың тұлғалық дамуы мен тәрбиесіне де бағытталған. Оқушының жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін білім беру процесінің кешенді үлгісін ұсынады. Практикалық маңыздылығы бұнда оқушылардың ойлау қабілетін жетілдіруге, бағыт-бағдар бере отырып, дербес жұмыс істеуге үйретуге негізделген. Сонымен қатар, ізденіс пен зерттеуге баулу, ғылыми және техникалық қызығушылықтарын дамыту, кәсіптік бағдар беруге мүмкіндік туғызу басты мақсаттардың бірі. Бағалау түрлері мен әдістері, бұнда оқушылардың білім дағдысын бағалауды қолданамын. Бұл олардың оқу деңгейін анықтап, қажетті
бағытта даму керектігін және қандай да бір деңгейге жету керектігін бағалауға мүмкіндік береді. Әдістемелік негіздер алған ғылымилық пен мазмұндық үйлесімділік, теориялық және практиканың бірлігі, талдау, ойлау әрекеттері. Неге Б не умание? Енді негізгі бөлім жаңағы осы берілген Қазақстан табиғат зонасы картасынан басы қосылған мені басы қара дейсің. Табиғат зонасы. тапсырмалар. Кескен микрофонда дауыстарыңыз шығып тұр. Осы әдістемелік құрал бірнеше беттен құралған, қаншама тапсырмалар енгізілген. Мен енді біраз практикалық тапсырмаларыма шолу жасау өтсем, шолу жасап. Бұнда мысалы бізде қазақ тілі және әдебиет сабақтарында бөлімдік жиынтық бағалау болсын, 90-дық жиынтық бағалау болсын, әрқашанда біздерде келген жаңағы аралық емтихандарда болсын, оқылым бар, жазылым бар, тілдік дағдылар бар, міндетті түрде оқылымда көбінесе бізде мәтіндер беріледі. Сол мәтінге байланысты жаңағы мәтінмен жұмыс жасайды, мәтіндегі негізгі ақпараттар табады. Бірінші тапсырмасы болса білеміз бәрімізді, екінші тапсырма жаңағы жазылым, эссе жазама, мәтін құрастыра ма дегендей, тілдік дағдылары бар. Солардың бәрі осы әдістемелік құралға мәтіндер берілген. Мәтінмен жұмыс істеу туралы әртүрлі. Мысалы, мен сіздерге мына жерге бір ғана мәтінді алып тұрсақ, достар деген мәтінді алып тұрмыз. Бұл Қазақстандағы жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі бөлімінде мысалы достар деген, осы достар деген тақырыпты оқушылары жақсылап тұрып, мысалы оқып, осы тақырыппен мәтінмен жұмыс жасайды. Сосын астында міндетті түрде тапсырмалар беріледі. Мысалы, мынау мәтінді толықтай оқымай қояйын, оны уақыт кетеді. Қанша уақыт? Мәтінді толықтай оқымай қояйын, себебі оған уақыт бөлмей қояйын. Сіздер де көріп отырсыздар, достар деген мәтінмен оқушылар танысады. Танысқаннан кейін бірінші тапсырма төмендегі сөздердің ішінен мәтінге негізгі ойды білдіретін 5 тірек сөзді тап дейді. Оқушы мысалы таңдайды: зейін, қыз, гүл, немесе торғай, ағаш, доп деп жаңағы негізгі 5 тірек сөзді таңдайды, табады. Енді екінші бөлімде, екінші тапсырмада берілген сурет бойынша мәтіннің қай бөлігіне сәйкес келеді дейді. Мен суреттің үзіндісін берсем, осыны оқушылар сосын жазып шығады, осы бөліміне сәйкес келеді дегендей. Әрмен қарай үшінші тапсырмада мәтіндегі ақпараттың қайсысы дұрыс және қайсысы бұрыс екенін анықтаңыз дейді. Бұл жерде де негізгі ақпараттар берілген, дұрыс бұрысын оқушы анықтап шығады. Осындай бірнеше мәтіндердің үлгісі осы неге кірген, менде тапсырмалар жинағына кірген практикалық жағында. Және тағы да бір мысалы мәтін берілсе, осы мәтін бойынша бос жазба күнделігін толтырыңыз, өлең мәтіні бойынша сөз тіркестерін сәйкестендіріңіз деген тапсырмаларым бар. Және көп нүктенің орнына түсіп қалған әріптерді жазамыз деп, мысалы өлең беріледі. Содан кептер не себепті бейбітшілік символы деген жаңағы жауапты толықтырып жаз дейді әрі қарай. Содан кейін осы жерде балалар мынандай әртүрлі карточкалар беріледі, карталар, семантикалық карталар, сол жерге тапсырмалар, берілген тапсырмалар. Оның бәрін мен мұнда слайдқа жаңа алмадым, өзім ауызша айтып шығайын деп, осындай жұмыстар бізде көрсетілген. Тағы да бірнеше мәтіндер берілген. Бұл мәтіндердің бәрін енді оқып, талдап айтпай қояйын, көптеген мәтіндер, сол мәтінмен жұмыс, жаңа негізгі ақпараттарды табу, сол бойынша жаңа мәтін құру, эссе жазу, немесе әрі қарайда үшінші тапсырмалары жаңағы тілдік нормаларға да беріледі. Одан кейінгі басты осы неге мендегі әдістемелік құралға енгізілген жұмыстың бір түрі ойындар туралы. Ойындарды ұйымдастыру сабақ барысында. Мысалы, ойындардың өзі әртүрлі ойындар кіріктірілген әдістемелік құралында.
сол ойындарды қалай ойнау керек сияқты. Қазақ тілі мысалы ойындарды ұйымдастыру барысында мынандай талаптар қойылады дейді, оны бәріңіз білесіздер, иә, қалай неменеге қол жеткізуге болады, ойындарда қатысымдық тапсырмалар үлгілері берілген. Мысалы мында сөйлеу жаттығу қатысымдық тапсырмасының түрлеріне алып біз мынандай келесі жаттығулардың түрлерін ұсынып отырмын. Тірек сызбалар негізінде оқушы мәтін құрастырады, тірек сөздерді басшылыққа ала отырып жаңа жеке мәтін құрастырады, мәтіннің мазмұнын өзгертеді, қайтадан әңгімелейді, алдын ала берілген мәтіндер жаңағы алдын ала берілген жоспар бойынша мәтін құрастырады, кестеде көрсетілген мәліметтерге сүйене отырып ауызша мәтін құрастырады, диалог мазмұнын толықтырып айту тапсырмалары, диаграммадағы ақпаратқа сүйеніп өз ойын жеткізу, жағдаяттық тапсырмалар, сурет негізінде ойдан әңгіме құрастыру қарастырылған, берілген сұрақтарға ауызша жауап беру. Яғни осылар бойынша бірнеше жаттығу түрлері осы құралға енгізілген болатын. Соның бүкілін сіздерге айтпай-ақ қояйын, әрмен қарай жаңа мен айтып отырмын, топтық ойындар дейді. Ойындардың да түрлерін білесіздер, енді қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдері бәрі де мысалы сөзден сөз алу, бір сөзді жазып қойып, одан бірнеше әріптерден көп сөз құрау, синонимдар жарысын ұйымдастырамыз. Синонимдар жарысы әдемі сөзіне мағыналас бірнеше сөздерді тауып жарысады. Сөздерді буынға бөлу, топтарға жаңа мәтін беріледі, сол мәтіндегі сөздерді буындарға бөліп оқушылар тасымалдайды. Қасиеттер жарысы дейді, міне септік және тәуелдік ойыны бар. Яғни бір жағы септік жалғауларын айтса, екінші топ жаңағы тәуелдік жалғауларын қойып жалғастырады. Күлкілі тіркестер жасау, яғни бір топ сын есімдер арқылы екіншісіне жаңағы зат есімдерді қосып, осындай нелер жасайды. Сын есімдер мен зат есімдерді тіркестіріп отырады. Сөздерді жіктеу. Әрмен қарайғы отбасы өмірінде қандай мінездер қажет деген топтық сұхбат ойыны бар. Бұнда да әр оқушы жаңағы отбасылық жағдайларына байланысты өз үйлеріндегі топтық сұхбат ойынында құрастыруға болады. Бірнеше ойынның түрлері осы неде менің әдістемелік құралымның ішінде бар болатын. Рөлдік ойындар туралы мысалы менде айтып отырмын, алтын балық рөлдік ойынына қатысушылар. Мысалы алтын балық ертегісін білесіздер да, сол бойынша рөлдерге бөлініп, ойын ойнап, жаңағы бұндағы мақсат тілек білдіруші балықты өз тілектерін орындауға көндіруі керек. Алтын балық болса сұрақтар қояды, неге бұл тілектер орындалуы тиіс екенін оқушылар анықтайды. Грамматикалық мақсаты бұнда қалау рай формаларына байланысты болсам екен, барғым келеді, орындасам екен дегендей, мақсатым орындалса екен дегендей тілегім. Коммуникативтік мақсатта сұхбат жүргізу, дәлелдермен сөйлеу, тілдік нормаларды еркін қолдану. Әрмен қарайда мектептегі жағдай ойынын айттым. Мен басқа бөлмеде тұрғым келеді деген ойындар бар. Олардың да өзінің тапсырмалары астында үлгі ретінде қарастырылып көрсетілген. Кітапқа тапсырыс беру ойыны, мына практикалық бөлімде кітапхана туралы, кітапханаға барып каталог арқылы қажетті әдебиеттер тізімін табу, оны қолдана білу. Бұл жерде де ойынның жаңағы тапсырма беріледі. Сол тапсырма, ондағы мақсатымыз, ондағы күтілетін нәтижелер жайында көптеген айтылады. Бірнеше осындай аукцион ойыны, демалыстағы рөлдік ойын, түйіндеме ойыны, яғни осылардың бәрінің жиынтықтары осы әдістемелік құралдың ішіне бір жерге жинақталып енгізілген. Әрмен қарай жаңағы іскерлік ойыны дейді, мен біраз шолу жасап өтейін, қысқа нұсқа түрде, өйткені уақытымыз да шамалы, берілген 30 минуттың мен жаңағы біразын айтсам, артынан жаңағы рефлексия болады да.
Сонымен әріптестер, мына жерде тағы да бірнеше ойындар берілген. Мысалы, кинофестиваль ойыны, осы жерде тапсырмасы беріледі, астына сұрақтары, және осы сұрақтар бойынша әрі қарай